Қымбатты оқушы, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әсеттің айтыстарына арналмақ. Әсет айтыскер де ақын. Оның мына ақындармен айтысы біздің заманымызға жеткен. Ырысжанмен айтысы, Әріп ақынмен айтысы, Бақтыбаймен айтысы, Кәрібаймен айтысы, Сәметпен айтысы, Мәлике қызбен айтысы. Осы айтыстардың ішіндегі ең үздігі де, жаңалығы молы да оның Ырысжан менен айтысы болып табылады екен. Бұл жерде қос ақын жай ғана айтысып қоймай, өмірге енді ғана еніп жатқан жаңалықтарды жұмбақ ете отырып, оның қыр-сырын ашып, және оның қолма-қол жауабын табу арқылы айтыстың аса бір үздік үлгісін жасайды екен. Әсет пен Ырысжан айтысы әрі қыз бен жігіт айтысына, әрі ақындар айтысына, әрі жұмбақ айтысқа жататын айтыстың үздік үлгісі екен. Демек, қорыта келе айтарымыз, Әсет жай әнші ғана емес, атақты сазгер, суырып салма ақын, айтыскер ақын, дастан шығарушы, тамаша талантты да дарынды ақын ретінде біздің әдебиетімізде өзінің үлгісін қалдырған екен.